Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте ерекше болып дайындалатын, дәмі сондай өзгеше, дәмді, жұмсақ болып шығатын нанды бірге дайындайтын боламыз. Ендеше бізге осындай 200 граммдай жылы су керек. Оны ыдысымызға құйып, оның үстінен 100 грамм сүтімізді құямыз. Екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жылы болу керек, ыстық емес, салқын емес. Оның үстіне бір ас қасық дрожжымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырып, дрожжымызды езіп аламыз. Одан кейін оның үстінен бір ас қасық қантымызды саламыз. Оның үстіне 1 чайный ложкадай тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Езіп, оның үстіне осындай бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Осылай електен өткізілген ұндарыңызды чаймендеп, үстінен салып отырып, илей берсеңіздер болады. Маған осылай қолмен илеген өте ыңғайлы. Өзім осылайынан илеймін. Сіздер де өз қалауларыңызша илей берсеңіздер болады. Жақсылап тұрып, жұмсақ етіп, қатты емес, қолға жабыспайтындай қылып қамыр илейтін боламыз. Мінекей менің қамырым дайын болды. Сондай әп-әдемі, жұмсақ, қолға мүлдем жабыспайды. Сіздер де осылайынан илеңіздер. Одан кейін осының бетін жауып, жақсылап пищевая пленкаларымызбен жылылап, оның үстінен жақсылап тағы да жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Тез арада ашып шығады қамырымыз. Оға дейін қамырымыз ашығанша мантаваркаға суларыңызды қойып, қайната берсеңіздер болады. Мінекей менің қамырым тез арада ашып шықты. Мен бұны бір рет қайтарамын да, екіншісін тағы да көтерілуге қойып қоятын боламын. Мына менде екіншісі уже түсіріп алып, оны 3 бөлікке бөліп аламын. 3 бөлікке теңдей етіп бөліп алыңыздар сіздерде. Мен осылай көз мөлшерімен теңдей етіп бөліп алдым. Сіздер де осылайынан бөліп алсаңыздар болады. Және де осы үшеуін тағы да бетін жауып, кішкене 5-10 минуттай көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін осылай бір жұмыртқамыздың сарысымен кішкене 3 ас қасықтай сүтімізді құйып араластырып қоямыз. Мінекей мантаваркамыз да дайын. Біздің мынау қамырымыз да көтеріліп тұр. Осының біреуін алып, жақсылап тұрып, ортасынан жәймендеп, кеңейтіп жаятын боламыз. Мінекей тек қана ортасын басып жатырмын. Ортасын жұқартуымыз керек кішкене, шетіне тиіспейміз. Енді осының үстінен менде алдымен осылайынан пергаментке салып барып кеңейту ұмыт кетіппін, достар. Сіздер ең бірінші пергаментті астына қойып тұрып кеңейтіп алыңыздар нандарыңызды. Формасын мен қайтадан қалпына келтірдім, домалақтап. Енді осының ортасын мен шанышқының көмегімен тесіп шығамын. Шанышқының көмегімен, немесе сіздер осындай арнайы нанның ортасын тесетіндер болады ғой. Сондайдың көмегімен осылай узор салып шықсаңыздар болады нандарыңыздың ортасына. Мінекей дайын, қамырымыз өте жұмсақ. Енді осыны мантаваркаде буға қоятын боламыз. Үстіне кішкене тұру керек. Осылайынан 3-4 минутта тез арада көтеріліп шығады. Мінекей менікі дайын. Енді осыны түсіріп мантаваркаден үстіне жаңағы дайын сүтімізбен жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз. Ыстық күйінде жаға береміз. Жақ болғаннан кейін барып отымызға салып қызарғанша пісіріп аламыз, достар. Бұл жерде, достар, мантаваркаден алып, отқа салып, деп бір жұмыс, екі жұмыс қылып демесеңіздер, дәмі шын мәнісінде өте ерекше болып шығады. Сондай тәтті, жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Айгерім. Сау болыңыздар.